суасты безінің қатерлілігі және асқазан обырымен күресуде бірінші орында тұрады. Шпинатпен салыстырғанда басқа да 16 түрлі көкөністер бар. Олар асқазан қатерлілігінің өсуін тиімдірек тежей алады. Бірақ енді жалпы 8 түрлі қатерліліктің бәріне де қарсы тұра алатын көкөністің ішінде шпинат бірінші орында тұрады деп айтамыз. Басқа көкөністер бар, қайталап айтайық, бірақ олар өз алдына бір ғана қатерлілікке қарсы тұра алады. Ал шпинат салаты ол енді барлық қатерлілікке қарсы тұра алады. Егер шпинат болмаса дүкенде, онда қазірше жей тұратыныңыз қандай салат болуы мүмкін? Әрине қызыл цикорий, ол екінші орында тұрады. Енді бұл екі салатты алдық-ау, енді дәмдеуіштерін іздейік. Дәмдеуіштерінде біз қатерлілікке қарсы ең жақсы дәмдеуіштер қайсы? Соны таңдап көрейік. Біз 4 ингредиентті таңдауымыз керек. Яғни тұздығын. Сәбіз рак клеткаларының өсу қарқынын 50%-дан астамға тежей алмайды екен. Сондықтан оны таңдамаймыз. Қызылша ми ісіктерімен күресе алады. Сол үшін қызылшаны таңдаймыз. Және басқа рак клеткаларына жақсы тежеуіш бола алады екен. Сонымен қызылшаны таңдаймыз. Алайда қызылша бүйрек қатерлілігі жасушаларын тежеу үшін оның 50%-ға жетпеді, бірақ енді ол ми ісіктерімен және басқа рак клеткаларымен. Ол жетеуін жоя алды. Сондықтан қызылшаны таңдаймыз. Қызанақ пен картопта стандарттарға сәйкес келмеді, яғни олардың күресуі 50%-ға жетпеді. Айсберг салаты, сәбіз, қияр, қызанақ, картоптарды таңдамаймыз сонымен. Енді сарымсақ сыналған 8 қатерлілік сериясының жетеуінде рак клеткаларының тежеуін 100%-ге жеткізді. Рак клеткаларын 100% тежеген сарымсақ ол сүт безі қатерлілігінің бірінші жауы және ми ісігінің бірінші жауы екен. Бүйрек қатерлілігіне қарсы екінші орында тұрады екен. Сонымен қатар өкпе рагы мен балалық шақтағы ми ісіктеріне қарсы және де осы сарымсақ қатаң қарсылас бола алады екен. Ұйқы безінің қатерлілігіне, қуық безінің және асқазанның қатерлілігіне қарсы және сол сарымсақ болып шықты. Сарымсақ рак клеткаларының өсуін тежей ала ма? Сонымен қатар сау жасушалардың өсуін тежеп тастай ма? Деген сұрақ туады. Ол рак клеткаларының өсуін тежегенмен қоймай, сау клеткалардың өсуін тежемейді. Сау клеткаларды өлтірмейді. Сондықтан сарымсақ ең таңдаулы рак клеткаларына қарсы көкөніс және дәмдеуіш болып есептеледі. Енді түсінікті болған болса, сіздер әрдайым көкөністерге сарымсақ қосып тұруды ұмытпайтын болдыңыздар. Сарымсақты былай да күніне жай жеп тұруға болады. Ауыз сасып кетеді десеңіздер, ауызды сасытпайтын сарымсақтың түрін айта кетейін. Ол Қытайдың қоңыр уксусына 15 күн шыланған сарымсақ, яғни чеснок. Чеснокты қытайский уксусқа 15 күн шылағаннан кейін жесеңіз, ол сарымсақ сіздің аузыңызды сасыта қоймайды. Өте дәмді және бір жолда 5-6 талды таңертеңгі чайды нанмен ұрып алып жүре берсеңіз, салат ретінде тікелей жеуге болатын сарымсақ болып шығады. Яғни чеснок. Біз бағанадан айтқан сарымсақ дегеннің бәрі чеснокты айтып отырмыз. Енді сарымсақтан басқа брокколи және гүлді қырыққабат, яғни брокколи, қазақтар гүлді қырыққабат деп атауы мүмкін, сияқты крес тәрізді көкөністер, пияз сияқты көкөністер, міне осылар
сіздің ең жақсы рәкке қарсы салаттарыңыз болып шығады. Енді біз көкөністердің ішіндегі бағасы қолжетімді және қатерлі ісікке қарсы өзі тікелей жесе азық болатын көкөністі айта кетейік. Ол ұзынша қызыл картоп, ұзынша тәтті картоп. Ол мынау жай анау жұмырша келетін қызыл картоп емес. Ол анау іші сары немесе іші қызыл жұмыр домалақ болып келетін қызыл картоп емес. Екі жақ ұшы түгелдей үшкірейіп кететін тамыр сияқты қызыл картоп. Оны Алматыдан тауып алуға әбден болады. Тәтті картоп деп те аударылады екен Google'ге сап аударғанда. Енді біз осы қызыл тәтті картоптың пайдасын айта кетейік. Қытай ғалымдары қызыл тәтті картопты рәкке қарсы бірінші тамақ деп айтады. Оның сыртын жуып жіберіп, қабығымен духовкада пісіріп, қабығын алып тастамай, қабығымен жесе, рәк клеткасын 96% дейін жоятын қасиеті бар екен. Бірақ тәтті картопты Ян Жиншан атты маманның айтуынша көп жеуге болмайды. Қызыл тәтті картоп көкбауыр мен асқазанды нығайта алатынына қарамастан, оны күнде жеуге болмайды деп есептейді Ян Жиншан дәрігері. Сонымен қатар көкбауыры әлсіз, асқазаны нашар және асқазаны жақсы емес адамдар неғұрлым байқап жегені дұрыс. Қызыл тәтті картоптың құрамында оксидаза болғандықтан олар адамның асқазан ішек жолында көмірқышқыл газын көп бөледі. Шамадан тыс тұтыну ішкі ебулерге және ақылыққа әкеледі. Қызыл тәтті картопта да қант салыстырмалы түрде жоғары болғандықтан қант диабетімен ауыратын адамдар байқап жегені дұрыс. Тәтті картоптың калориясы төмен, күріштің 1/3 ғана целлюлоза мен пектинге бай. Олар қанттың майға айналуын болдырмайды. Сондықтан қызыл тәтті картоп сізді семіртпейді. Қызыл тәтті картоптың қоректік заттарының көпшілігі көмірсулар болғандықтан негізгі тағам ретінде пайдаланылса, ол дұрыс тамақтануға жатпайды. Яғни сіз оны негізгі тағам ретінде ыңқиып тойып жеуіңіздің қажет жоқ, бірақ рәкке қарсы бірінші тағам ретінде күніне 1-2 тал жеп қойғаныңыз дұрыс. Оны ұзақ уақыт жеудің қажет жоқ. Қызыл тәтті картопты жиі жеуде іш жүргізетін әсер болуы мүмкін. Сондықтан арықтау үшін қызыл тәтті картопты қалыпты мөлшерде жеуге болады. Калориясы төмен болғандықтан үздіксіз жеуге болады, бірақ әр жол тоя жеудің қажет жоқ. Қызыл тәтті картоптың қант мөлшері онша жоғары емес, шамамен 30%-дай ғана. Ал күріш пен ұнның қант мөлшері 70-80%-ға дейін. Сонда қызыл тәтті картоптың қант құрамы жоғары деген түсінік пайда болмасын. Ол табиғи тәттілік, ал нақты қант мөлшері жоғары нәрсе тәтті емес, күріш пен ұн ғой. Оларда қант пайызы 70-80%-ға дейін. Енді бір жердегі зертхананың көрсеткенінде пісірілген тәтті картоптың сығындысы рәк клеткаларының 98%-ын жойған екен. Ал енді чикі қызыл тәтті картоп пісірілмеген қызыл тәтті картоптың рәк клеткаларын жою жылдамдығы 95% ғана. Жаңағы зерттеу тышқандарға жүргізілген екен, бірақ адамдарға ұзақ уақыт сынақ жүргізе алмапты. Тышқандарға жүргізген сынақтар қызыл тәтті картоптың пісірілген түрі 99%-ға жетіпті. Яғни тышқандардағы рәк клеткаларын бір жолата жойып жіберіпті. Енді адамға жүргізілген зерттеу әлі
толық емес екен. Бірақ бұны азық ретінде басқа картоптар сияқты жей беруге болатынын айттық. Қолжетімді болса, күніне бір-екі талын жеп тұруға болады. Өте дәмді тағам. Қызыл тәтті картоп амин қышқылдарына бай. Олар адам ағзасына қажетті амин қышқылдарын толтыруға көмектеседі. Сонымен қатар адам ағзасына өзінің иммунитетін жақсартуға көмектеседі. Қартаюға қарсы. Қызыл тәтті картоп каротинге бай. Ол антиоксиданттық рөл атқарады. Сонымен қатар ағзаға қартаюды тудыратын бос радикалдар жоюға көмектеседі. Қызыл тәтті картоптың құрамында диеталық талшықтар көп. Қалыпты тұтынса іш жүргізетін рөл атқаруы мүмкін. Және денеден зиянды заттардың бөлінуін тездетіп, терінің қартаюын бәсеңдетеді. Ол тағы меланиннің өндірілуіне кедергі келтіріп, белгілі бір дәрежеде қара дақтар мен секпілдердің пайда болуына жол бермей, теріні ағартады және тазартады. Қызыл тәтті картопты үнемі жеу ішектердегі уыттарды айдап іш жүргізеді және ішектегі қалдықтарды мүмкіндігінше тезірек шығаруға көмектеседі.